Телевизиялық журналистикада ақпарат алудың ең тиімді тәсілдерінің бірі телесұхбат жанры. Телесұхбат журналист пен сұхбат беруші арасындағы сұрақ-жауапқа негізделген публицистикалық жанр. Оның негізгі мақсаты қоғам үшін маңызды ақпаратты тікелей дереккөзден алып көрерменге жеткізу. Сұхбаттың телевизияда атқаратын қызметтері көрерменге белгілі бір адамның көзқарасын, тәжірибесін және өмірлік ұстанымын таныстырады. Белгілі бір оқиға немесе мәселе туралы нақты мәлімет береді. Қоғамдық пікір қалыптастыруға әсер етеді. Ал ерекшелігі ақпарат тек сөз арқылы ғана емес, сонымен бірге адамның эмоциясы және дауыс ырғағы арқылы да жеткізіледі. Ақпарат негіздері Жидегүл Әбдіжәділқызының тележурналистика және Кузнецов, Цвинг, Юровскийдің телевизионная журналистика еңбектерінен алынды. Телесұхбат жанрына мысал ретінде НТК арнасындағы табу бағдарламасын айтуға болады. Бағдарламада жүргізуші студияға келген қонақпен тікелей диалог жүргізе отырып, оның бейнесін шебер ашып, ашық әңгімеге тартады. Жүргізуші нақты сұрақтар қойып, қонақ өз тәжірибесі мен көзқарастарымен бөліседі. Яғни ақпарат тікелей дереккөзден алынады. Бағдарламада көбіне жеке өмір, қарым-қатынас, психология және әлеуметтік мәселелер, қоғамдағы ашық айтыла бермейтін тақырыптар талқыланады. Жүргізуші сұрақ арқылы әңгімені дамытып, көрерменге қонақтың пікірін, сезімін және өмірлік тәжірибесін көрсетеді. Бұл бағдарлама 2021 жылы алғаш эфирге шығып, бүгінгі күні 68 шығарылымы бар. Бастапқы жүргізушісі Анара Батырхан болса, кейіннен бағдарлама жаңа маусымда Шах-Керім Кармановқа тапсырылды. Бағдарлама қонақтары танымал адамдар, блогерлер, өнер адамдары және жаңалықтары немесе іс-әрекеттері арқылы жетістікке жеткендер. Тележурналистикадағы пішін мысалы ретінде Қазақстан арнасындағы «Қазір айтайық» ток-шоу бағдарламасын жатқызсақ болады. Бұл бағдарламада жүргізуші студияға әртүрлі қонақтарды шақырып, белгілі бір әлеуметтік тақырыпты талқылайды. Қонақтар өз пікірлерін айтып, кейде бір-бірімен пікір алмасады, немесе қарсы көзқарас білдіреді. Жүргізуші талқылауды бағыттап, сұрақтар қою арқылы әңгімені дамытады. Бағдарламада көбіне отбасы мәселесі, қоғамдағы әлеуметтік проблемалар, жастар тәрбиесі, адам аралық қарым-қатынас сияқты маңызды тақырыптар талқыланады.